Ассалаумағалейкум. Алдымен мынаны тыңдап көрдім салафитті. Понимаете, мой духовный лидер — это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сподвижники. И я понимаю ислам в понимании сподвижников, чтобы не уклониться ни влево, ни вправо. Салафит түйіндейтіндердің бәрінің білімі жоқ надан сектанттар шайтанның атынан адасқан. Өйткені мынаның өзі айтып отырғандай, салафиттердің бәрі біз сәләфтардың атынан ереміз дейді. Қай сәләфтің атынан ересіңдер, ақымақтар? Қай сәләфтің атынан ересіңдер, ақымақтар? Сәләфтар деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өлгеннен кейін бірін-бірі жүздеп емес, мыңдап емес, ондаған мыңдап өлтірген. Мысалы, түйе шайқасының өзінде ғана 35 мың сәләф өлген. Сиффин деген шайқаста онда да ондаған мың сәләфтар өлген, бірін-бірі өлтірген. Мұсылмандар бірін-бірі өлтірген, жай ғана емес. Аллах Құранда бір адамды өлтірген, ол бүкіл адамзатты өлтіргенмен бірдей дейді. Адамды өлтіруге харам деп санаған Алла Тағала. Ал енді біздің надан сектанттар сол бірін-бірі өлтірген сәләфтардың атынан ереміз дейді. Қайсының атынан ересіңдер, ақымақтар? Егер сол сәләфтар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дінді қалай үйретті, Аллахтың Құранын қалай үйретті, солай жүреміз дейді. Егер соны сәләфтарың солай білген болса, ұққан болса, солай бірін-бірі өлтіре ме? Аллахқа қарсы кеп, Құранды жоққа шығарып.